ана мен бір уағызым осы қатты тиді. Екінші әйел алатын адам қашан дайын болады, өзінің қызын тоқалдыққа берсін деді. Берші, екінші қызын. Ешқандай әке дайын емес ол. Енді біреудің қызын тоқал қылып алуға, белден басуға, үстіне шығып кетуге қалай дайынбыз? Сөйтсем барлығына ауыр тиеді да бұл нәпсі. Біз сондай біз керек жерін аламыз біз. Мысалы Абай атамыздың өзін алсақ біз, Абай атамыздың өзі бәрімізге үлгі болады дейміз. Ана екі-үш қатын алған жерін айтпаймыз біз. Айтпаймыз ғой. Ол өмірді біз жауып тастағанбыз. Ол біздің ол беті жоқ бізде. Ол бетіне келгенде бүйтіп секіріп өтіп кетеміз. Ары қарай өтіп кете береміз. Ондай болмайды ғой. Сондай. Жақсы. Түсінікті. Бұл да бір талқыланатын дүние болып тұр енді. Ұстаз, бір баланы жақсы көремін. Қалай айтсам болады, ол мені жақсы көретін қайдан білемін дейді. Өз ырбыңдайды саған. Сен бүйтіп қара оған, үмітпен қара, өзі көзің бүйтіп жылтырап бүйтіп. Бірақ ауру болып қалуы мүмкін, мына жағында нерві судорогасы болса, сен ойланып қалуы мүмкін көзің қысып жатыр деп. Сен өзі нешедесің? Сен күйеуге шығатын жасың болса, барып айт оған прямой. Егер жас қыз болсаң, ең бірінші махаббат басталады партадан деп, партада махаббат болса, ештеңе айтпа, ұят болады. Сен сабақ оқы, қызым. Сен сабақ оқы. Ол анау бірінші сезімін үлкен апайлар айтады. Өзі анау кішкене плотно отыруға жақындағандар. Сен жаным сабақ оқы. Сен жас қыз сияқтысың ғой айтуыңа қарағанда жаным. Сен махаббат өзі келеді. Сезімің оянып кетсе масқара болады. Сезімді оятпа жаным. Сен сабақ оқы. 28-демін, күйеуге тию керек. Онда кете бер жаным. Көзіңді жұмды артқа қарама. Кете бер. 28 екенсің. Бағың ашылсын жаным.